Ой, әйтеуір бәрің точка қойғышсыңдар, таңғалам. Сен Алланың жоқтығын дәлелдеп берші осы жерде. Дәлелдеп берейін ба? Иә. Оны қалай дәлелдесем екен, Дәлелдесең, сен дәлел бетін жазып кетсің ғой, Құдай жоқ деп, анық. Сол ауыр болып тұршы. Сол ауыр болып тұршы. Дәлелдесейші енді. Бұлай келсейікші. Мен егер жоқ екенін дәлелдей алмасам, бар бола ма? Жоқ, сен дәлелдеп берші маған, Алланың жоқ Дәлелдеп екенін. берем. Бір нәрсеге келіп алайықшы. Егер мен жоқ екенін дәлелдей алмасам, ол бар бола ма? Мен саған сұрақ қойдым ғой. Сен дәлелдеп бер Мен маған, дәлелдеп жоқ екенін. берем. Просто келісіп алайықшы бір нәрсеге. Егер мен жоқ екенін дәлелдей алмай қалсам, вдруг ол бар деген сөз бола ма? Жоқ, енді сен соған мысал келтірсе, дәлелдесейші енді. Жоқ, келтіре алмай қалсам не болады? Сен сөз таластырмасай, ақыр жазып қойдың ғой, Құдай жоқ деп. Иә, Байжан, келісіп алайық та, мен саған дәлел әкелем қазір. Сол егер дәлел әкеле алмай қалсам, нәтижесі қалай болады, соны келісіп алайық деймін. Нәтижесін ба? Давай, сен келтір, сосын мен саған айтамын. Жоқ, нәтижесін қазір келісіп алайық, сосын ғана келтіремін мен саған. Жоқ, енді мен саған айтып отырмын ғой, дәлелдеп берсейші деп. Жоқ екен. Иә, енді мен босқа уақытымды құртпас үшін сенімен алдымен бір нәрсеге келісіп алайық та, дәлелдей алмасам ол бар бола ма деймін. Енді жоқ нәрсені сен дәлелдесейші енді. Жоқ қой енді, айтып тұрсың ғой сен, жоқ деп. Иә, енді келісесің ба, келіспейсің ба, соны айт, сосын дәлелдеймін. Давай келісейік ал былай. Жоқ екенін дәлелдей алмасам, бар болады. Әрине, егер сен дәлелдей алмасаң. Болды, келістік. Мен сенің Құдайыңның жоқ екенін дәлелдей алмаймын. Онда неге жазып қойдың дәлел Құдай жоқ деп? Жақсы, келістік, сенің Құдайың бар екен. Енді қара, мен саған обратный нәрсе қояйын. Мен Аяз Атаға сенем, соның жоқ екенін дәлелдеші маған. Жоқ, сен маған өзің айтқан сөзіңнің жоқ екенін дәлелдеп берсейші. Жоқ, мен дәлелдей алмадым. Байжан, келістік қой, жаңа келістік. Мен дәлелдей алмадым, сенің Құдайың бар екен, жарайды. Енді менің Құдайым Аяз Ата, сен жоқ екенін дәлелдеші. Ол сенің таңдауың ғой, Аяз Атаға қарайсың ба, басқа нәрсеге қарайсың, ол сенің таңдауың ғой. Маған сен Санта Клаусқа қара. Дұрыс. Санта Клаусқа қарасайшы. Бар ғой, жарайды, ол менің таңдауым, ол бар ғой, Кім бар? Аяз Ата деген Құдай. Енді сенің санаңда бар шығар, менің санамда жоқ Аяз Ата. Жоқ екен дәлелде. Ол кәдімгі не ғой? Маска тағып алған әшейін адам ғой ол. Ол адами сипаттарының, бүкіл осы әлемге көрінетін сипаттарының біреуі, бірақ ол Аяз Ата негізі шын мәнінде оның бейнесі жоқ ол. Жоқ, енді сен жоқ адамға сеніп отырсың ғой енді, жоқ нәрсеге. Жоқ екен дәлелде. Аяз Ата ол сенің санаңдағы нәрсе, дұрыс па? Жоқ екен дәлелде. Аяз Ата жоқ екен дәлелдейін ба? Иә. Ертең Алла қаласа декабрьдің 16-сы, 17-сінен кейін Аяз Атаның маскілер шығады. Соны сен сияқты мисыздар сатып аттан Аяз Ата болады. Сосын сенің құдайларың көбейеді. Ол адасқандар ғой. Жоқ, енді саған айтып дәлелдеп бердім ғой енді Аяз Ата. Көрдің ғой енді. Ол сен айдаладағы біреулердің мысалын келтіріп жатсың ғой. Менің Аяз Атам қандай екенін айтайын ба саған? Мен саған айттым ғой енді, сенің Аяз Атаң ертең базарда маска шығады. Басқалардың адасқандардың Аяз Атасымен шатастырып жатсың. Мен сенетін Аяз Ата мынандай. Сенің Аяз Атаң адаспаған ба? Жылда келіп тұрады ғой. Иә, енді айтайын да, сен бағанағы адасқандардың Аяз Атасын айтып жатсың. Менің Аяз Атам мынандай. Менің Аяз Атам. Сонда адасқандар деген кім болды? Жаңағындай неде декабрьда киіп алып қуып жүретіндер бар ғой, олар адасқандар. Мен адаспаған, менің Аяз Атам қандай екенін айтайын. Байжан, мен саған менің Аяз Атам қандай екенін айтайын. Менің Аяз Атам тумаған, сипаттап берші. Иә, сипаттап беремін. Менің Аяз Атам тумаған, туылмаған, әуел бастан бар, шексіз құдіретті, бәрін біледі, шексіз мейірімді. Осыған қоса тағы да 112 аты бар оның. Бірақ ол бұл әлемде оны көре алмайсың, Аяз Атаны бұл әлемде көре алмайсың, бұл әлемде оны зерттей де алмайсың, бірақ оның бар екеніне сенуің керек. Неге Аяз Ата? Неге Санта Клаус емес? Ол Санта Клаус дегендер адасушылар ғой. Жоқ, енді қазақшасында Аяз Ата, орысшасында Дед Мороз, ағылшыншасында Санта Клаус дегендер бар ғой, олар өзгертіп тастаған негізі. Әуел баста Аяз Ата болғанда просто Санта Клаус дегендер өзгертіп, жаңа бұрмалап сөйтіп тастағанда. Енді сен маған осы Аяз Атаның жоқ екенін дәлелдеші, болмаса сен. Енді Аяз Ата саған подарка бердім айтшы. Жоқ, ол подаркасын кейін берем деп айтқан. Алдық бітті ме кішкентай кезіңде?
Алдаған жоқ, ол бізге уәде еткен, бірақ ол уақыт келген жоқ әлі. Қашан келеді ол уақыт? Білмейміз ол уақыттың қашан келетінін, бірақ келеді точно. Онда күтіп жүре берсейші, Аяздағы күнде хат жазып тұр. Жоқ, мен ғана күтіп жүрмеуім керек, оны сен де мойындауың керек болып тұр бұл жерде. Мен неғып мойындауым керекпін сенің Аяздаңда? Өйткені ол бар ғой. Менің жаратушым Алла ғой. 18.000 қаланың жаратушы Алла. Сен шатасып тұрсың, ол Аллаға сенбейсің, Аязатаға сенуің керек. Аяздағға сенесің. Жоқ, сен жоқ екенін дәлелдеп берші, ал жоқ десең. Аяздан жоқ қой болды ғой. Докажи. Айттым ғой, ертең Аяздан шығады сен декабрьде. Ол адасқандарды Сен сияқты маймылдар сатып алады. Адасқандарды мысалға келтірмесе маған Аяз атамның жоқ екенін дәлелде мені. Болмаса бар деп Мен мойында. дәлелдеп бердім ғой. Қалай дәлелдеп тұрсың? Айттым ғой, ертең декабрьде шығады маскасы. Мен саған айттым ғой, ол адасқандарды мысалға келтірме. Мен саған өзімнің Аяз атамның қандай екенін сипаттап бердім, ол адасқандарды айтпам. Мен шаруам жоқ қой сен Аяздан қандай екенінде. Неге сен менің Аяз атамның жоқ екенін дәлелдемейсің ба? Ой, сенің Аяздан ертең мектепке барасың, сол кезде Ол Аяз ата емес деймін мен саған. Аяздан шығады алдыңнан, соған барып табына қаласың, аяғына жығылып. Сен айдаладағы бір адасқандардың Аяз аталарын айта бересің, олар жоқ ол. Кім ол адасқандар деген? Жаңа сен айтып отқан мектепте ана маска киіп жүрген басқа. Менің Аяз атам қандай екенін саған сипаттап бердім ғой, соның жоқ екенін дәлелдей аласың ба, жоқ па? Мен айтпаған жоқпын, сенің Аяздың ол жоқ. Бұл фантастика әшейін. Дәлелде? Не дәлел керек айтшы? Білмеймін, сен жоқ екенін дәлелдей алмасаң бар болады деп айттың ғой. Жоқ, қарасай, сенің Аяздың жоқ дұрыс па? Дәлелде жоқ екенін, әйтпесе бар болады. Бар бола ма? Әрине, келістік қой. Онда жүре берсін, сен сияқты адасқандар тойлап жүре берді. Байжан, басындағы ережемізді ұмытып қалдың ба? Жоқ, мақұл ғой, сенің Аяздың бар екен. Сен де оны ертең жаңажда үйіңе шақырып алып тойлатасың, 100 граммдар ішесіңдер екеуі. Адасқан біреулердің Аяз атасын тыға бересің, сен менің Аяз атам мойындайсың ба, мойындамайсың ба? Сен Аяздан кім өзі? Жаңа айттым ғой, туылмаған. Сенің фантазияңдағы бір не фантастикаң ба? Мүмкін, бірақ сен ол бар, бірақ менің фантазиямда болса да. Жарайды, онда өз фантазияңмен өмір сүре берсейші. Енді жоқ, оны неге сен мойындамайсың? Сен енді неге Алла жоқ дейсің, соны енді дәлелдеп берші маған. Сен Аяз атаның жоқ екенін дәлелдеп берсей маған? Жоқ қой өйткені ол. Қалай жоқ? Ертең сен шығасың, қызыл шапанды сатып алып, бетіңе маска тағып алып. Қарашы, Байжан, сен мысалы айтасың да, Құдай десе Алланы айтасың. Мен саған Зевстің жоқ екенін дәлелдеп отырсам, саған өтпейді ғой. Сол сияқты маған ана маска тағып. Причем тут Зевс деген ертегі ғой әшейін. Дұрыс қой, сен де басқа біреулердікі маған тығып отырсың ғой. Сен Аяздың миф қой, сен тоже ертегі ғой. Олар адасушы, олар адасушы, менікі шын. Сен адаспағасың ба? Жоқ. Шынымен адасқан жоқсың ба? Жоқ, сен де сол тура жолға түсіп қақтасың қазір айтшы. Аяз атаға сенушілердің қатарынан боласың ба, болмайсың ба? Жоқ, адаспасаң қаяқтасың, айтшы, адасың айтшы. Айтам, сен Аяз атаның бар екенін мойындасаң, бір екенін мойындасаң. Сен сияқты бір мисыз санасыздың Аяз атасы бар шығар? Бар шығар дегеніңнен айналып кетейін, сен мушрик болып жатсың қазір. Жоқ, сенің Аяздан ғой енді ол. Дұрыс қой, сен бар шығар деп айтып жатсың да. Демек, Алладан басқа да бір Құдай бар шығар деп айтсың ғой сен. Жоқ, ол сенің фантастикаң дұрыс па? Сенің санаңдағы. Мен саған менің Аяз атамның қандай екенін сипаттап бердім. Мен саған қара. Ертегідегі сказкадағы кейіпкерменен Алла тағаланы сен салыстырма, жарай ма? Ол саған сказкаңдағы сенің санаңдағы сенің құдайыңда, қара, Байжан, салыстыруға келмейтін нәрсе. Байжан, тура менің құдайым саған қалай сказ болып көрінсе, сенің құдайыңда маған тура солай сказ болып көрінеді. Жоқ, жарайды ғой, мақұл ғой, сенің Алла тағалаң бар екен, сенің өзіңнің құдайың бар екен, сенің өзіңнің тәңірің бар екен, еще Санта Клаусың бар екен да? Аяз ата деп айтады. Сенің Санта Клаусың бар екен, Аяз атаң бар екен, Деді Морозың бар екен. Санта Клаус деген адасқандар, олар өзгертіп жүрген Аяз ата туралы. Сен айтып тұрмын ғой енді, Аяз атаң бар екен, Санта Клаусың бар екен, Деді Морозың бар екен. Сен сияқты адасқандардың сенетіні, Аяз ата деген бір және жалғыз. Мен Аллаға ғана сенем, болды. 18.000 ғаламды жаратушы Аллаға сенем. Аяз ата да бар шығар деп айттың ғой жаңа. Ол сенің санаңда бар ғой енді ол. Сенің құдайыңда, сенің санаңда ғана бар. Менің Аллам, менің жүрегімде.
Және 18 мың ғаламды жаратушы Алла негізінде былайынан ғой, Байжан. әрбір адам, ол негр болсын, ол араб болсын, ол орыс болсын, Алла тағала барлығын мұсылман етіп жаратты. Байжан. Және де Алла тағала оларға тыңда сана берді. Уағыз айтпа, Байжан. Оларға сана берді. Яғни саналы түрде ойланып, адам шешім қабылдау керек. Мына нәрсе дұрыс емес деп. Байжан, тұрсың уағыз ба? айта бермеші, қойшы болды. Бағжан, Байжан. Мен саған уағыз айтып тұрған жоқпын. Сен, уағыз айтпасаң тыңда енді. Мен саған айтып тұрмын, адамға сана берді. Санаңды қоя тұршы. Яғни сол санаң бойынша сен таңдау жасайсың. Байжан. Дұрыс па? Байжан, Сенің санаң аяз атаңды таңдадың, дұрыс па? Байжан. Сенің аяз атаң ертең қыстың күні келеді. Дұрыс па? Стенамен сөйлесіп отырдың. Менің жаратушы Аллама Желание жоқ. Сен сөзге қонақ бер, жарты сағат сөйлеп отырсың, уағыз айтып отырсың. Мен саған айтып отырмын ғой, тұра тұрса енді. Менің жаратушы Аллама тіл тигізбе, жарай ма? Байжан, қара. Келісіп алайық. Сен енді түсіндің ба, біреудің қиялындағы нәрсенің жоқ екенін дәлелдеумен айналысудың ақымақтық екенін? Жоқ, мен сенің қиялыңдағы нәрседе шатағым жоқ, ол сенің фантастикаң, дұрыс па? Иә, оның жоқ екенін дәлелдей алмайтыныңды түсіндің ба? Бірақ сен жаратушы Аллаға және оның елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарға және де басқа да пайғамбарларға тіл тигізбе, жарай ма? Құдайыңды қоя тұршы сен. Сен түсіндің ба, біреудің қиялындағы нәрсенің жоқ екенін дәлелдеу мүмкін еместігін? Жоқ, ол сенің айтып тұрғаның, ол вообще фантастика, дұрыс па? Иә, соны түсіндің ба, жоқ па? Жоқ, сенің айтып тұрғаның фантастика. Иә, біреудің фантастикасын жоқ екенін дәлелдеумен айналыса алмайтыныңды Алла тағала, жаратушы Алла тағала, ол бар. Алла тағалаңды қоя тұр. Біреудің қиялындағы нәрсенің жоқ екенін дәлелдеумен айналыспауың керек екенін түсіндің ба? Сен енді айтып тұрмын ғой, менің Аллама тиіспе. Ай, вообще бір сөз қылпайды екенсің, Байжан. Болып баршы. Аяз атаның жоқ екенін дәлелдей алмадың ғой, ақыр соң Аяз атаның жоқ екенін дәлелдей алмадың. Өкініште боласыңдар ғой, өкініште. Ал, сөйле. Құдай жоқ, е? Сөйле, ал. Бұл енді тесіп. Дәлелдеш ал. Бұл, Дәлелдеш ал, Құдай жоқ екен. Қылмашы айналайын, жаңа Байжан деген братанын тыңдадың ғой. Жоқ, сен айтсайшы енді. Қазір егер мына жерде мушрик болып шыққың келмесе, әңгімені дұрыстап айт. Бекерден бекер. Кәпірсің ғой сен, ей. Кәпірден де жаман мушрик болып кетесің қазір дініңнен шығып. Сол үшін әңгімені көбейтпей, дұрыстап айтатын ойың болса айт. Давай, айтсай сен. Айтып көр, давай. Шын, сен бірден айт, қосшы деп отырсың ғой, айтарың бар шығар енді. Жоқ, сен сұрасайшы бірдеңе, не деген кеп тұр? Сенен ба? Иә, Құдай жоқ деп аттың. Жарайды, сенен сұрайыншы, сен қай Құдайға сенесің? Аллахқа сенем. Аллахқа сенесің ба? Иә. Онда мынаны айтшы. Жануарлар бар ғой, жануарлар. Иә. Оларға жәннат тозақ деген бар ма? Бар. Жануарлар Олар да сұранады, олар да кіреді. Олардың да болады сондай. Қойш? Яшырым. Ё-майо. Бұласар жоқ. Сен оқымасаң, не үшін соны айтып атсың сен? Сонда есектерден де... білетін адам таптық қой енді, тұра тұр. Сонда есектерден де жауап ала ма? Ой, любой нәрседен алады, жаны бар нәрседен бәрінен алады. Қойш? Иә. Жаны бар, бірақ санасы да жоқ, е? Санасы, ол вообще не әңгіме айтпайды, ол вообще жаны бар ма, оның санасы бар деген сөз өзіне қойған санасы бар. Олардың да күнәлері жазылып жатыр ма сонда? Иә, олардың да күнәлілері бәрілер жазылады олар. Оларға да қабір азабы бар ма? Бар. Базар жоқ. Сен осыны имамдарға үйретесің ау деймін. Ой, имамдарға сен қайсы имамға сеніп жатсың сен? Сен айтып жатсың ғой, Аяз ата деп ше? Санта-Клаус деген адасқан деп тұрсың ғой? Жаңалық ашып жатсың ғой, қазір. Жаңалық ашып жатсың ғой, жануарлардан сұрақ жауап болады, олар жәннат тозаққа кетеді деп қудың ғой сен, е? Сен қайдан білесің онда? Мұсылман болған ғой енді.
Кім? Мен? Болсаң не үшін шығып кеттің ал айтшы ал. Сен сияқтылардың кесірінен шығып кеттім. Мен сияқтылардың Иә. дұрыс оқымағансың ғой сен бар ғой. Мен Енді сияқтылардың дегенде бар ғой сен бірінші. Сен бірінші может өзіңнің әңгімеңді тексеріп көресің. Сен Құран кітап оққансың ба өзі? Иә. Түсінгенсің ба? Иә. Оқу білесің ба арабша? Жоқ. Сен қалай оқырсың сен? Қазақшасы бар ғой? Жоқ, қазақшасы бар, иә? Иә. Оның переводы дұрыс емес болса жалпы, что там? Енді дұрыс емес болса, онда сол күнәсі сол Халиф Алтайға жазылады. Халиф Алтайға? Сен былай түсініп тұрсың ба, біле бар ғой. Енді сен өзің бір арабша білетінің самашы, қазір сұрасам бычыт боласың. Білсем. Ят деген сөздің мағынасын айтшы ма? Жоқ, білсем не істейсің ал? Иә, білгенін тексерек. Ят деген сөздің мағынасын айтшы арабша. Сен пиздец нахуй. Боқтама. Ят деген сөздің мағынасын. Боқтайтынға дейін апарып атсың да, просто бар ғой. Не деген Истауа деген сөздің мағынасын айтшы арабша. Қалай? Истауа деген сөздің мағынасын айтшы. Сен білесің бе? Иә. Айтшы ал. Истауа деген сөздің 17 ма, 19 ба мағынасы бар. Көтерілу деген мағынасы қолданылады Құранда. Дұрыс. Молодец. Бөтіріктен дым білмейді, ана мектепте мұғалімдер болады ғой, өзі қақпай қалған кезде. Сен айтшы. Үйден қарап келіңдер деген сияқты, біле, адамды ақымақ көресің. Иә, үй жұмыс етіп кел дегендей ғой, иә. Сауат. Сен андағы әңгімеңді бар ғой, имамға барып тексерт, ана. Мен кеше бір атеистпен сөйлескенде айтып едім, жануарлардың бәрінен жауап алынып, жәннат тозаққа кетеді деп айтып едім. Сол дұрыс па деп имекеңнен барып, сұрағыңды қойып, бір шапалағыңды жеп қайт. Білмесең неғып білетін адам сияқты сөйлейсің, білмеймін деп айтқан жеңілірек қой. Неғып өтірік соғып отырсың, сонша адамға 300 адам отыр. Білем деп айтпа. Білмеймін деп айтып үйренсең, сен ертең көп пайда табасың. Білем деп қасарысқаннан неге кіре бересің, боққа бата бересің, білем деп қасарыссың. Лучше білмейтін жеріңді білмеймін деп айта сал. Білем ғой, мен білем. Білем деп айтпа. Даже көп білген сайын адам өзінің дым білмейтінін түсінеді деп айтады ғой философтар. Сол үшін сен білем деп айтқан бос арбаның саңғырлағы көп дейді. Сол үшін саңғырлай бермей, одан да білем алса іші барып. Білімім бар. Білімің жоқ, оны мойындаса енді. Білімім бар. Білімің болса мен 5 жасымнан тартып уже мен қанша сүр білем. Қанша сүр білесің? Қанша сүр білесің? Қанша пара білесің? Қанша пара жатқа білесің? Қарисың ба кімдің сен? Білем ғой, қорқпаш. Аятыл күрсін оқыш. Оқып отырайын осы жерде. Хотя басындағы бір-екі жолын айтшы. Басы артпаш жалчар. Аллаху ла илаха иллаллаху аль-хайюл қайюм дегенді де білмейсің бе даже? Құр бар. Жаңа ол Аллах жалғыз ба, жалғыз емес па деп, Аллахтың серігі бар ма деген сұрақ қойып отқан жоқпын да. Шайналған кассет оқысып, бір әңгімені қайта-қайта айтып отырсын. Мысалы, вообще басқа сұрақ. Дауыс естіп тұр ма? Иә. Мына жерде менде бір 3 сұрақ бар да. Сұра давай. Мына жерде Құдай жоқ деп кәдімгідей мысалға қаншама адам бар да, жерде мысалға әркім өзінің сенетін діні бар мысалға ше. Біреулер сенбейді, біреулер сенеді деген сияқты. Соны откровенно осылай жариялау қажеті бар деп отырмын. Бірінші сұрақ бұл. Жаңағы жігітке қойған сұрақты саған да қайтадан сұрайыншы, осы сенің пікіріңше біреудің құдайы жоқ деп айту дұрыс па, қате ма? Қате ғой. Сен өзің мұсылмансың ба? Альхамдулиллах, мұсылманмын. Онда неге сендер 5 уақыт мешіттің микрофондарынан Аллахтан басқа құдай жоқ деп айғайлайсыңдар? Негізі ұнамай ма ол саған?
Жоқ, енді менікін дұрыс емес деп жатсыңдар ғой сендер. Басқа құдайды біреудің құдайы жоқ деп айтпасай деп маған ренжіп жатсыңдар. Өздерің күнде Аллахтан басқа құдайлардың бәрі жоқ деп күнде айғайлап жатсыңдар. Может, өздеріңнен бастайсыңдар? Егер дұрыс емес болса ол. Жоқ, хорошо, ол жарайды, ол солай айтылып жатыр. Негізі ендігі сұрақта бұл жерде ол саған ұнамай ма негізінде? Жоқ, мен оны дұрыс емес деп айтпаймын. Просто сендер маған тиісіп жатқаннан кейін онда өздеріңе де бір қараңдар дегенім ғой. Мен оны дұрыс емес деп айтпаймын. Ол адамның пікірі, ол пікірді ортаға салып талқылауға болады. Нормально ол. Біреу бар дейді, біреу жоқ дейді, ода тұрған ештеңе жоқ. Бірақ сендер өздерің біреудің құдайы жоқ деп жүріп, еще маған келіп неге олай айтасың деп ренжисіңдер. Өздеріңе бір қараңдар деген сөз. Бұл жерде менің айтып тұрғаным, негізгі айтып тұрған нәрсем, бұл жерде неге жариялап жатсың болып тұр да? Енді сендер жарияламай жатсыңдар ма? Егер де сен өзіңе ұнамайтын болса, менде бір саған идея да, неге кәдімгідей откровенно жүзіңді, лицоңды көрсетіп, кәдімгідей өзің инстаграмға шығарып, кәдімгідей жарияламайсың до конца. Мына жерде мысалы түрің де жоқ, например, да? Или хотя бы давай осы жерде бір нәрсені анықтап алайықшы. Саған адамның түрі маңызды ма, пікірі маңызды ма? Түрі маңызды, кім екенін білу маңызды. Сосын егер саған еркектің түрі пікірінен маңызды болатын болса, сенде проблема бар деген сөз. Сен кішкене түрлі түсті туу алушылардың қатарынансың деген сөз онда. Негізінде сен теманы ауыстырып жатсың да қазір, Бағдат қой есіміңе? Жоқ, теманы ауыстырып жатқан жоқпын. Егер саған адамның өзің еркек болып тұрып, басқа еркектің түрі пікірінен маңыздырақ дейтін болсаң, сен түрлі түсті ЛГБТ-ның сол жақтың адамысың деген сөз. Сен ой, мен саған жосық сөйлеп жатқан жоқпын да, Бағдат. Мен саған просто сұрақ қойып мен саған айтып жатырмын. Енді сен өзің баға берші. Бір еркек, екінші еркектің түрі маған маңызды десе, оған қандай не айтасың? Сен мен ЛГБТ дейтіндей, сен мен алдымда тоңқайып тұрдың ба? Сен қара, сен айтып отырсың, маған еркектің түрі маңызды деп айтып жатсың. Сені кім деп айтайын? Мен үшін маңызды, қазіргі заманда 21-ші ғасырда ол әрине маңызды. Өзің де білетін шығарсың, митинг болған кезде адамдар бет әлпетін көрсетеді, кәдімгідей өзін арыз шағымын любой жерде айта алады. Ал сен мына жерде қазір түрің де жоқ, лицоң да жоқ. Егер маған проблема емес дейтін болсаң, осы жерде қалай көрсің бе? Маған сенің түрің маңызды емес, маған сенің пікірің маңызды. Саған маңызды емес болса, значит, басқаларға маңызды. Мына жерде любой адамға айтатын болсаң, сен түрің неге жоқ деген сұрақ бар. Бұл жерде де көпшілігі гетеросексуал адамдар, сол үшін оларға да менің түрім маңызды емес оларға. Темадан неге секіріп жатсың да сен мына жерде? Жоқ, енді өзің байқамай ұстап беріп жатсың. Сол үшін адамның ойын, пікірді ортаға қойылған идея, пікірді талқылап үйрену керек адамдар. Ой, пікіріңді неге жалпылама, мысалға осылай құдай жоқ дейтін мысалға өздерің топ шығып мысалға да, егер де наразы болатын болсаңдар, неге мысалға өзіміз тоқайып наразымыз деп айтып жатыр. Саған біреу наразымыз деп айтып тұрсың ғой, наразылық білдіріп тұрсың ғой. Жоқ, ол наразылық емес. Сен просто айттың ғой. Егер сен айттың маған, құдай жоқ деп айтқаның дұрыс емес қой дейсің де, бірақ өзің соны істеп тұрсың. Мен саған соны айтып жатырмын. Сен өзің істеп жүрген нәрсені неге дұрыс емес деп маған айтасың деймін. Дұрыс емес болса, өзің бірінші тыйылсайшы деп жатырмын. Жарайды. Екінші сұраққа көшейік. Біздің президентіміз бар ғой, Тоқаев. Бағынасың ба? Басшы ретінде. Бағынасың ба? Әлі жоқ. Бағынамыз. Бірақ Тоқаев деген, қара, Тоқаев Конституцияның аясында болса бағынамыз, иә. Конституцияның аясында болғанда осы елде шығарып жатқан заңдарды және де басқа да болып жатқан нәрселерді қолдайсың ғой, дұрыс па? Если что, мен саған бір нәрсе айта кетейін. Тоқаевтың өзі осы Конституция мен заңдарға бағынатын адам, ол заңнан үстем тұрмайды. Жарайды, жоқ, ол Тоқаев ол бөлек әңгіме, мен сенің ойын білгім келіп отыр. Бөлек әңгіме емес. Егер Тоқаевтың сөзі, Тоқаевтың бұйрығы, тыңда, Тоқаевтың сөзі, Тоқаевтың бұйрығы Қазақстанның Конституциясы мен заңының аясында болатын болса, иә, бағынам. Бағынасың, иә? Істеген істерін бәрін кәдімгі құптайсың, иә? Қазақстанның аясында, бәрін құптаймын деп айтпаймын. Ендігі сендегі сұрақ қарай. Мысалы, қай мәселесін құптанбайсың, айтшы алғаны. Филизбордың мәселесінде үндемей отырғанын құптамаймын.
Сосын Журналистердің қудалауға ұшырап жатқан мәселесін құптамаймын мысалы. негізі бағдат өзі журналист деймін. Енді қарашы, мысалға сен сол өзің пікірің жаңағы утилиз бар, оны көбісі жаңағы құптамайды ғой. Құптамайтын топтар да бар шығар. Енді әркімнің өз ойы мысалға. Сөйтіп тәубеңе келсек кішкене. Енді мен айтайын деп тұрғаным бұл жерде, егер де сен айтып жатрсың ғой, жаңағы құптаймын, иә, бағынамыз деп жатсың, сыйлаймыз деп жатсың да. Егер де мысалға да бағынатын болсаң, Тоқаев білесің, Құранды кәдімгідей үстем етті бір жерде. Аяққа таптамаңдар деді. Ол дұрыс айтады. Естіген шығарсың ғой? Дұрыс айтады. Өте дұрыс айтады, өте дұрыс айтады. Дұрыс па? Келісесің ғой? Дұрыс айтады. Егер де келісетін болсаң, сен мына жерде неге онда Құдай жоқ деп кәдімгідей қарсы шығып тұрсың президентімізге? Сенің президентің барлығың Аллах бар деп сеніңдер, біз бүгіннен бастап мұсылман мемлекетіміз деп айтты ма, или просто Құран деген сияқты бір адамдар тобы үшін қасиетті атрибуттарды қорламаңдар деп айтты ма? Сен бір әңгімеге екінші әңгімені шаптамасайшы? Біз олай ашылама, бағдат сөзден жеңіліп жатқан ашылып кетеді екенсің, мен сен соны байқадым да негізінде ше. Ой, сендер сөзден жеңілесіңдер. Бұл жерде хорошо, сен бір байқағам, сен бұл жерде ескі журналистсің немесе бывший журналист немесе қазір действующий журналистсің да. Сонда айтшы енді. Қазір халықты осы дебатқа шақырып, өзінің тіл байлығыңмен осылай адамдарды кішігірім бір сөз өткенде жалпақ айтқанмен жегізіп жатырмын деп ойлап жатсың да. Бірақтан да мен сол сұрақ қойған кезде өзің жеп қалып өзің сөзді бөліп жатсың. Ой, иә, сен деген сұмдықсың ғой. Қара, сонда сенің айтып отқаның Тоқаев Құранды таптамаңдар деп айтса, бұл деген сөз барлығың Құранға табыныңдар, Құранға сеніңдер деген сөзі ма сонда оның? Барлығың деген жоқ ол жерде. Кімдерге айтты? Ол жерде барлығы деген жоқ. Бұл жерде Құранды таптамаңдар, бірақтан да ешкімнің дінінен ойнамаңдар, тиіспеңдер деген. Ал сен бұл жерде кәдімгі нагло мына жерде кәдімгі қаншама адам, 100 адам отыр. Осы жерде сен Құдай жоқ деп кәдімгідей нагло жазып қойсың да. Әркімнің сенім әртүрлі ғой. Сенің ойыңша Құдай жоқ. Ол сенің ойың. Ал менің ойымша мысалы Аллах тағала бар. Мен сенемін. Мейлі, сене бер. Енді бағанағы бірінші әңгімеге қайтып айналып келдік. Егер сендер басқа адамдардың дінін, Құдайын құрметтейтін болсаңдар, неге олардың құдайлары жоқ деп айтасыңдар? Себебі Аллах жалғыз. Олардың айтып жүрген Құдай түбінде ол Алла ғой. Олар просто бұрмаланып кетіп жатқан. Сен демек олардың Құдайын құрметтемейсің. Сен олардың Құдайын құрмет. Сенің пікірің бойынша, бағанағы қойып берген рамкаң бойынша. Сен де құрметтемеймін деген жоқпын. Мен уже қара, бағдат сен сөз құрметтемесең неге жоқ деп айтасың? Аузын шыққан жоқ бұл жерде бірінші. Құрметтемесең неге жоқ деп айтасың? Бұл жерден аузын шыққан жоқ құрметтеймін деп. Құрметтеймін деген жоқпын бұл жерде. Құрметтемесең неге жоқ деп айтасың? Любой мына жерде жүрген. Қарасаң, мен сөйлеймін ба, или сен сөйлейсің ба? Енді жауап берсей тура. Мен жауап берейін, сөзім бөлме бірақ, Жауап бер. Қара, мысалға, кәдімгі христианға барып, мен оған барып айтамаймын, мен сенің Құдайың жоқ деп нагло айтпаймын. Егер де ол сұрап, интересоваться етпесе. Ал бұл жерде сен ешкім интересоваться еткен жоқ, сен өзіңмен өзің жерде Құдай жоқ деп тұрсың да. Ол бір. Екіншіден, біз олардың айтып жүрген, мысалы, христиандардың Иса деген ол Құдай деп табынады. Ал біз Исаны білеміз, пайғамбар екен. Түсінесің ба? Қай жерден келіп жатыр? Мысалға, бұзық телефон сияқты ғой, түніне келген кезде. Өзің Құранды оқысың, өзің айтып тұрсың. Өз дініңмен біреудің дінін өлшейсің бе сонда? Өз дініммен біреудің дінін мен өлшемеймін. Өлшемесең не олардың Құдай деп жүрген пайғамбар ғой деп баға беріп отырсың. Оның діні өзіне, менің дінім. Сенде сондай қағида бар ма? Негізі оның діні өзіне, менің дінім өзіме деген. Бағдат. Мешіттің жанынан өтіп баратқандар, менің Құдайым бар ма деп сұрай ма сендерден? Менің Құдайым бар ма деп? Ол ескерту мүминдерге пайда береді дейді. Ал сенің Құдайың Санта Клаус айтып, мұнан да ескертулер қабыл жасалды. Бұны да ескертулер қабыл жасалды. Санта Клаус сонда сөйтті ма саған? Ескерт деп, Құдай жоқ деп. Иә. Санта Клаус дейсің ба, Құдайым? Аяз ата айтты, мына адамдар бір жақты пікірмен зомби болып жүрмесін.
оларға жан-жақты пікірді жеткіз, мына пікірдің екінші жағы да бар екенін білсін, адамдар зомби болып бір информационный атмосферада жүрмесін деп айтты. Соны саған жеткізіп отырмын. Қанатаның қайын болғанбашы бағда. Қанаталарың чего? Наташа, не қыласың? Сен сұрақ қоя бересің ба? Журналист мырза. Сұрақ қоя бересің ба? Сұрақ қою үшін келіп отырмын ғой. Немесе сен маған сұрақ қой, мен отырайын немесе. Сен жаңа алдындағы жігітке айттың ғой, Кингқа сұрағыңды қой деп. Ал ол саған айтты сөйледі. Ал сен сөйлемейсің. Үшінші сұрағың бар еді. Үшінші сұрағыңды қойшы жарайды. Үшінші сұрақ, сенің негізі атеистсің ба, әлде жаңағыдай қалай айтсам екен, немесе жаңағыдай бір өзіңе аяз атан құдай қылып аласың ба деп жатқам. Атеистпін иә негізі. Негізінде атеист, иә? Иә. Түсінікті. Болды ма, бітті ма сұрақтарың? Менде просто ол сұрақ мазалайды да, Бағдат. Неге мазаласы жауабын алдың. Бұл жерде біз әртүрлі адамдардың пікірін тыңдап, пікір алмасып отырмыз, талқылау жасап отырмыз, мысалы адамдармен. Бұл нормально. Қоғамда әртүрлі тақырыптар талқыланады. Құдай деген тақырыпта не ешкім чейді. Негізінде былай, дұрыс айтасың ғой. Негізінде былай негіз өмірде қорқасың ба жалпы? Неден? Бірдеңеден қорқамын, иә. Бірдемеден қорқатын бар. Мысалға неден қорқасың? Биіктен қорқам. Мысалға өлімнен ба, немесе жаңағы биіктіктен ба деген сияқты. Өлімнен бәрін қорқасың. Мысалға мына жерде қорқпайсың ба? Мысалға да. Енді биіктіктен құласаң өлмейсің ба? Өлесің ғой по-любому. Мен мысалы мына жерде бір сұрақ болып тұр да менде. Өзінде қаншама айтишниктер бар, қаншама хакерлер бар, мысалы. Сен просто данныйың арқылы, осы TikTok-ың арқылы, ID-ің арқылы сен данныйың біліп алады да негізінде. Жоқ, үйтіп әуре болмай ақ қойыңдар, құрсын. Хакер жылдап әуре болмай ақ қойыңдар. Егер басыңды кесем, үйтем десеңдер, жекеге жаза салыңдар, былай ақ бере саламын адресімді. Сендер ойлап жүрсіңдер ма, өздерің бір қиналып, сөйтіп тауып алып жазылмаймыз деп. Үйтіп қатты қиналмай ақ қойыңдар. Хакерге беретін ақшаңды маған ақ бере сал. Менде сұрақ болып жатыр да, негізі былай өмірде сондайдан қорқпайсың ба деп ше? Ондайдан қорықпаймын. Не дейсің ол? Айтып отырмын ғой, мына жерде 260 адамның ішінде бас кесерлер болатын болса, адам өлтіргіш экстремистер болатын болса, жекеге жазыңдар. Хакерге беретін ақшаларыңды маған ақ лақтырып жіберіңдер. Мен сендермен өзім ақ кездесемін. Жарайды, Бағдат, осымен бір соңғы сұрағын қойын, сонымен тәмамдайық. Давай. Осы стримде отқан кезде немесе Instagram аккаунтта бір сұрақ та енді бұл жалпы неге қатысы жоқ, дінге жеке өзімнің ойымды айтып тұрғаным ғой, негізінде өзінен сұрап жатырмын да. Неге бет әлпеттеріңді неге көрсетпейсің? Не үшін? Адам деген откровенно айтам. Қазіргі заманда адам деген бар ғой, неше түрлі адамдар бар да. Сенің суретіңді, бейнеңді басқа неше түрлі мақсаттарға пайдалануы мүмкін ше. Дипфейк деген нәрсе бар, қазір искусственный интеллект бар. Сол үшін ондай нәрсе саған артық проблема не керегі бар саған? Жасанды интеллект арқылы адамның түрін пайдаланып, мысалы, оның жақындарынан ақша алып атқан нелер де бар ғой қазір. Мошеннический действиялар бар да. Сенің түрің болатын болса, мысалы, сенің түріңді видеомен сөйлетіп, сенің туыстарыңнан ақша алуға болады да. Не керегі бар? Артық проблема, не керегі бар ондай? Адам деген не болса да дұрыс. Жарайды, эфир осымен тәмамдалды. Жақсы, давай ханым. Давай, аман бол. Интернетім не болып отыр, менің интернетім. Интернетім не болып отыр? Интернетім не болып отыр? Дауысыңыз да дұрыс естілмей тұр, Лесов. Ана бір жоғалып кетіпсің. Ассалаумағалейкум. Иә.
Менде жай ғана сұрақ өзіңізге лично. Неге Құдай жоқ деп есептейсіз? Бар деп айтатын адамдарға сенбеймін просто ше. Сосын жоқ деп. Түсінікті. Мынандай нәрсе ғой, просто әшейін срочно андай нәрсе. Мақұл жоқ деп сіз есептейсіз осы өмірде. Уже біліп тұрмын не айтайын деп тұрған. Мен бар деп есептеймін. Қалай Иә, болады? біліп тұрмын ол нәрсені. Мен минус не, сізде плюс не? Если болып қалса. Айтып отырмын ғой сен, Құдай бар, сен бірінші сөйлеміңнен ақ уже мен қандай аргумент айтатынымды полностью біліп қойдым да. Ол Паскальдың парийі деп аталады да. Ол жерде ылғи айтамын, ылғи қайталаймын, білмеймін, сол туралы видео шығарып қоямыз ба, қалай істейміз. Құдай деген құдайлар көп қой, білесің ба? Құдай жоқ, бір Аллахтан басқа. Енді ол сен үшін да, мысалы, ол сен үшін солай. Мысалы, ертең екеуміз сен Аллахтан басқа құдай жоқ дейсің, мен вообще құдай жоқ Құдай деймін. көп деп жатсыз ғой, Иә, екеуміз арғы дүниеге барғанда алдымыздан Кришна шықса, екеуміз де қадалдық қой болды ғой. Ол қақта olur. Білмейсің ғой олардың сеніп жүрген, мысалы, сен бір құдайға сенесің, мысалы ше, мен бір Аллаға. Иә, сен бір Аллаға сенесің, мен ешқайсысына сенбеймін. Сен, мысалы, 2000 құдай болса, мен 2000-ға сенбесем, сен 1999-ға сенбейсің да. Жарайды, бір жағдайда отыратын шығарсың, қалған 1999 құдай бар болып қалса, бітті құртыласың ғой. Менімен бірге тұрасың сенде. Соны ұмытпау керек та. Андай ғой просто, по факту сөйлеген нәрсе жай. Әрине, по факту просто сен өзіңдікін ғана ойламай, басқа адамдардың да бар екенін ұмытпа. Олар да тура сен сияқты құдайына сенетінін ұмытпа. Жоқ, конечно. Просто оның барлығы Құранда жауабы тұр ғой деймін да, Құран. Сенің олардың да өздерінің кітаптарында, әңгімелерінде жауаптары тұр да, олар да сенікі менсінбейді, сен олардікі менсінбейсің. Үшін бәрінде ровный да шанс. Мойындайды ғой. Олар. Мойындамайды, айдалада жүрген, мысалы, Амазонкада жүрген бір тайпалар, сен Құраныңды білмейді да олар. Қызығушылық танытып сол нәрсені егер оқып болса, ақ қарасын. Ойлашы, папуастар бар ғой, 007. Папуастар сен Құранға қызығушылық танытады деп ойлайсың ба? Мүмкін оларға жетпеген ғой. Ұқпайды да олар даже, білмейді да, ол басқа діндердің бар екенін де білмейді олар. Олар өздерінің бір құдайларына сенеді. Ертең олардың құдайы бар болып қалса, екеуміз де қадаламыз. Ол жерде аль-кафирун ғой. Оны ұмытпау керек те, сол үшін. Сендер ойлай, құдай десе бір ғана құдай бар деп шектеп қаласың. SQI ма? Мынандай ғой, просто Пари Паскаль. жаным ашиды да просто, именно сол жағын. Жаның ашымау керек. Неге сен әртүрлі пікірдегі адамдарды неге жаның ашиды? Мүмкін олардікі дұрыс шығар. Просто қазақ, анау таңершілдер шығып кетті ғой, қазақ. Именно сол жағынан жаным ашиды, сол үшін сіздер айтып. Жаның ашымау керек сен. Ол нормальный нәрсе. Қоғамда әртүрлі пікірлегі адамдар болады. Сен солармен бір қоғамда өмір сүріп, оларға жаның ашымай емес, олардікі де кәдімгі сенікі сияқты пікір екенін қабылдап мойындау керексің де. Сол ғана ғой бар енді. Просто адамдар андай қызығушылық таныту керек. Бірінші бір нәрсені сөкпей жатып, мен сіздердікін сөкпеймін. Но бірақ мен өзімдікін сенемін. Сен де қызығушылық танытпайсың ғой, мысалы, сен де қызығушылық танытпайсың. Кітап жоқ, сол жоқ, содан кейін айтып жатырмын да. Ой, кітап, мектептің бүкіл кітабы біздің кітап. Біздің деген кімдер? Иә, құдай жоқ дейтіндер. Жоқ, бөлінуге болмайды. Мектептің оқулықтары, мысалы, физика құдайшылдардың оқулығы ма, құдайсыздардың оқулығы ма? Қалай? Физикада құдай туралы оқыды. Өмірде берілген нәрселердің барлығында, мысалы, ешкім сөкпейді, дұрыс айтып жатсыз. Но бірақ ол нәрсе менікі, сенікі деген нәрсе жоқ. Құран біздікі болды деген сияқты нәрсе, мұсылмандардікі яғни. Біздікі, сенікі деген нәрсе жоқ дейсің де, еще өзің бөліп аласың ғой. Жоқ, мұсылмандардікі де. Мұсылмандардікі. Сіз өзіңіз мұсылман деп есептемесеңіз, иә, сіз мұсылман емес. Мұсылмандардікі деймін. Просто андай ғой, адам жүрегінде дінге сену керек, әйтпесе қорқыныш пайда болып, сол үшін айтып отырмын да. Керісінше дінге сеніп жүрген адамдар қорқыныштан арыла алмайды. Дінге сенбейтін адамдардың көбінде қорқыныш аздау болады. Каждый шагың қорқынышты ғой діннің ішінде жүрсең. Жоқ, сенімділік. Дірілдеп жүресің қазір. Бір шағыңды басып, қалай күнә жасап қоям екен деп дірілдеп жүресің. Болас па негізі, сезініп көргенсіз нәрсені? Конечно. Онда сіз дұрыс ұстанбайсыз.
сондай бір Иә, дұрыс ұстанбағасын. Қарашы, былайда қара 007 қарашы, сен туалетте тұрып трусыма не тиіп кетсе азапталам деп қорқып тұрған адам не айтып отырсың? қалай трусы Трусыңа, іш киіміңе зәр тиіп кететін болса, сол үшін қабірде азаптайтынын білесің ба сен? енді қараңыз ол үшін кешірім сұрайсыз дінде оның тазалық тақуадан Жоқ, сол сөйтіп сен кішкентай дүние үшін үлкен азап күтіп тұр деп дірілдеп жүрсің да, еще қорқынышым жоқ дейсің ба? иә яғни алладан кешірім сұрайын болды ғой ол Енді кешірім сұрап дірілдеп отырасың ба сен? болмайтын әңгіме Ей, ол ұстауда емес, бір тамшы тамып кете ма деп дірілдеп отырасың, ертең азапталып қала ма деп. Қорқыныш емес па? Бір тамшы, мен таңғаламын да, мынандай үлкен әлем. Ойлашы, қаншама миллиардтаған галактика бар. Жер деген шаңның тозаңы, біз деген кішкентай жолтый карлик, күн деген кішкентай жұлдыздың жанында, кішкентай күн деген жұлдыздың жанында, жер деген планета бір түйір құм сияқты. Ал күннің өзі бір түйір жаңағы дән сияқты болып қалатын жұлдыздар миллиард. Сондай күннен жүздеген есе үлкен жұлдыздардан галактикалар құралады. Ондай галактикалардың өзі миллиард. Осыншама үлкен ғаламда Құдай сенің тұрсыйыңды аңдып отыр да. география дейсің ғой короче. Физик қайдағы география ол? бауырым короче өзіңе дұрыс. Сенің Құдайың сондай мелочник па, таңғаламшы? қалай мелочник бауырым, ол наоборот каждый адамға көңіл бөледі, ойлана берсе, каждый адам жүрегінде ойлана береді. Одан кейін мелочник деген не емес ол? Мелочник. Ол еще оны еще аңдып отырғанын қарашы. Өйтіп аңдып қара 007. Оның негізі өйтіп аңдып отыруға себебі де жоқ. Өйткені ол и так сенің сол ана тамшының тұрсыйыңа тамып кететінін ол сені жаратпай тұрып да біліп қойған да. Сонда да қадалып отырады да, негізі біліп қойса да. қалай біліп қойса? Ол сені жаратпай тұрып, ана тамшының тұрсыйыңа тамып кететінін ол сені жаратпай тұрып білген. Сынақ деген ол андай дүние ғой, сені мектеп кезде онда апайың сенің знанияң біліп тұрып сені не үшін алып отыр енді? Өйткені сенің апайың сенің миыңа кіріп шыққан жоқ. Сенің апайың білмейді сенің нені қаншалықты жаттағаныңды. Қалай сенің апайың болашақты білмейді. Сол үшін сені сынайды ол. А сенің Құдайың өтір нүктесіне дейін болашағыңды, басы мен аяғын бәрін біледі. Бірақ сонда да іші пысқаннан сынап отырады да. қалай іші пысқаннан? Енді ол итак бәрін біледі ғой, отиды ол. Сен кіріп шықпағансың ғой. Отиды бәрін біле ма? Бауырым, ешқашан ондай емес, ақиқатты білмей тұрып өйтіп сұрама, айтпай қоймақ ма? Сенің енді өзің ақиқатын өзің айтшы. Құдай бәрін біле ма? Бұл жерде тұрып жұрттар просто заблуждениеге салып емес, өзің мысалы. Бұл жерде Құдай бәрін біле ма? Тұра тұршы, сен как будто менің айтып отқан сөзімді қосылмайтын адам сияқты өтіріктен ұрып отырсың. Құдай бәрін біле ма? Аллах бәрін білуші. Иә, бәрін біледі. Бәрін білетін болса, ол сені жаратпай тұрып сынақтан қалай өтетініңді білді ма? Аллах біледі. Енді біліп тұрса, не мәні бар оның? Не мәні бар? Иә, ол біліп тұр ғой, сен қалай өтіп, қаяқтан қайда баратының. Сен бітсе короче, саған толық ответ алу үшін Закир Наиктің анау ютубтағы тура осы нәрсені атеистен Закир Наик деген таза алаяқ қой. Мен атеистерге арнаған видеосын тыңдап, осы жерде мен каналыма кірсең, соның айтқандарына разбор жасап қойдым. 5 әңгіме, 6 әңгімесінің 5-еуі фейк, өтірік. Сен кірда менің сол разборымды қарашы, тексеріп. Именно қандай әңгіме? Закир Наиктің атеистерге арналған бір видеосы бар, сол видеосын мен тыңдап отырып, осы прямой эфирде разбор жасағам. Қай аятты айтқаны, қандай жаңалықпен деген бүкіл скриндармен сақ қойдым, соны қара сен видеоны. Анау байқаймын сен адамдардың барлық подписчиктары жинап алыпсыңдар, иә? Бауырым просто дұрыс еместен айтып жатқаным, сен то что өйтіп заблуждение жасама. Ақиқат дәлелдемей-ақ қой, өйтіп өтірік. Өзіңнен бастасай сен. Өздеріңнен бастасаңдар сен оны. Қалай? Сен қазір, сен қазір шықты, осы эфирден шықты,
осы эфирден шықты, бүкіл имамдардың осы эфирден шықты, бүкіл имамдарға барды. Емеке, мына эфирден шықты, имамдарға барып айтты, Емеке, мына өз пікірің өзіңе ғой, мына эфирде неғып адамдарды адастырып отырсың, сені атеисттер тыңдайды, тәңіршілер тыңдайды, христиандар тыңдайды, буддисттер тыңдайды, олар ертең жолынан адасады ғой, неғып адастырып отырсың, Емеке, бұны өзің сенесің ба Аллаға, өзің сенесің ба, сен де отыра бер, қайтесің деп айтшы барып имамдарға сенде. Сен не ап айтамайсың? Енді сен ғой оны, мен мысалы қарсы емеспін имамдардың уағыз айтуына. Өзім тыңдаймын ба кісілер? Потому что маған өзіме қызық. Жоқ, тыңдай бер, мен мысалы оларға қарсы емеспін. Тұра тұршы, қара тұр, мен олардың пікірін айтуына қарсы емеспін. Сен қарсы болып отырсың. Қарсы болсаң, сен өзіңнің имамдарыңды баста. Анық дәлелің жоқ просто. Содан кейін заблуждениеге салмасай адамдарды деп жатырмын саған. Сенің имамдарың да аңыз әңгіме айтып отыр, ешкім ештеңе деп жатқан жоқ қой. Жоқ ей бауырым. О, мысалы сендерден көп қой просто. Именно есі дұрыс адамдар сеніп отыр. Кімге? Машалла бауыр. Оны бетекші короче. Кімге сеніп отыр олар? Ей, мұсылмандар, ол Құранға сенеді. Христиандар сендерден көп қой, может солардікі дұрыс шығар, не христиан болмай жүрсің? Христиан болмай жүрсің? Көп пе? Қалай болды ол? Көп не істейтін болсаң, атеисттер көп қой мысалы? Атеисттер аз? Аз ба? Иә. Неге? Сол, атеисттер аз, діншіл адамдар көп. Көптің ақылын еретін болсаң, христиан болса ешкі. Келдіре алмайтын бейсен, ше, бұл. Жақсы. Жақсы.